Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біз талдайтын шығармамыз Антуан де Сент-Экзюперидің кішкентай ханзада шығармасын талдайтын боламыз. Ең бірінші талдауға көшпес бұрын бір-бірімізді таныстырып өтетін болсақ, менің жанымда отырған Темір Қазақ оқырмандар клубының мүшесі, белсенді қатысушысы десек болады. Сонымен қатар Ақтөбе жоғары гуманитарлық колледжінің қ 305 группасының студенті және 2025 жылы Мисс АГК байқауының Мисс виртуал қатысушысы номинациясының иегері, сұлу да сымбатты Жазира. Ал менің жанымдағы сүйкімді, менің жаным құрбым, Ақтөбе жоғары гуманитарлық колледж бастаған Темір Қазақ оқырмандар клубының мүшесі және активисткасы. Рахмет. Ендеше кітапты талдауға көшейік. Кітапты талдамас бұрын ең бірінші авторына тоқталып кетсек. Жалпы қазір авторына тоқталған кезде бәріміз білетін нешінші жылы туылды, ол кім деген сұраққа емес, бір қызықты мәліметті білсең, сонымен бөлісіп кетсең қалай? Жақсы, келісем. Негізі қысқаша тоқталған дұрыс деп ойлаймын. Жалпы Антуан де Сент-Экзюпери жазушы болғанмен қатар ол ұшқышта қызметін атқарған және Африка мен Оңтүстік Американың арасында хат тасымалдаған қызметін атқарған. Және осы 1935 жылы Сахара шөлінде апатқа ұшырап, сол жақта сусыз өмір сүруге тура келген. Және де осы кішкентай ханзада шығармасын жазарға осы Сахара шөлі септігін тигізді десек болады. Өте керемет. Ендеше кітапты талдауға көшетін болсақ. Қазір сұрағым келе отырғаны, осы кітапты оқығанда өзінің есінде қалған оқиғалар, немесе өзіне ұнаған сәттермен бөлісіп кетсек, жалпы кітап сізге ұнады ма? Жалпы бұл кітап шетел әдебиеті болғандықтан, барлық нәрсені, адамның құндылықтарын қамтығандықтан өте қызықты болды десек болады. Маған ең ұнаған, ең қатты кейіпкерімді айтатын болсам, түлкі кейіпкері, себебі ол түлкі өзінің қайсарлығымен және түлкі жалпы қу болғандықтан, сол қулықтарының іс-әрекеттері ұнады деп айта аламын. Жалпы бұл кітап, жалпы бұл шығарма бізде енді ертегі ғой. Көбісі осы уақытқа дейін бұл шығарманы кішкентай балаларға арналған ертегі дейді. Бірақ бұл сөзбен мен келіспейтін едім. Яғни бұл пікір мен ойымша жат пікір. Неге? Себебі бұл тек қана балаларға емес, сонымен қатар үлкен ересек адамдарға да арналған шығарма. Неге? Себебі қазіргі таңда осы шығарманы оқу арқылы әр адам өзінің ішіндегі кішкентай балаға бетпе-бет оның көзіне қарауына болады. Сонымен қатар жалпы қоғамда болып жатқан адамдардың бейнесін қарай алады деп айта алатын едім. Жалпы сюжетін ең бірінші оқығанда екеуміз талдап бірге оқыған болатынбыз. Және де ең бірінші сюжеті ол 6 жастағы баланың сурет салуымен басталады, иә. Сол сурет салуымен басталғанда ата-анасы сол суретіне ұрсып, мені мазалама, менің қолым бос емес деп, сөйтіп ата-анасы қайтар жібереді. Жалпы осы психологтардың айтуынша, Жан Пиаже Швейцарияның психологы, ол 6 жастағы балалар 6 жасқа дейін сурет салумен айналысады. Олардың жаны сурет салғысы келіп тұрады, тіпті өзімнің өмірімнен бір байланыс, яғни айта кетсем, өзімнің сіңілім, кішкентай сіңілім 2 жаста ол сурет салғанды ұнатады. Сол арқылы өзінің ішкі сезімін жеткізе алады деп ойлаймын. Өте керемет. Өмірмен байланысы негізі бұл шығарманың. Енді барлық шығарма, ол біздің қоғамның өмірдің айнасы ғой. Осы кішкентай ханзадада ол өте бір әсерлі, сонымен қатар ерекше тәсілмен белгіленген деп айта аламын. Себебі бізде, мысалы, қазақ әдебиетін оқитын болсақ, қаншама кітаптар бар ғой. Болмаған балалық шақ бар, балалық шаққа саяхат бар, иә. Осы кітаптардың барлығын оқыған кезде тек қана жазушы оны қара сөздермен жазады. Ал Антуан де Сент-Экзюпери оларды өзінің жаңағы көрген сызықтармен, эскиздермен, жалпы суреттермен белгілейді. Осы кітапта маған ұнаған кейіпкер, ол менің ойымша Раушан Гүлі мен осы кішкентай ханзада деп айта алатын едім. Неге? Себебі қазіргі таңда енді біз осы жастар болғандықтан, әрине ол махаббаттың тақырыбы бізге өте ерекше болып сезіледі. Жалпы бұл шығармада маған қатты ұнаған кейіпкерлерге тоқталатын болсам, ол кішкентай ханзада мен осы Раушан Гүлі, олардың арасындағы арақатынас, бір-біріне қарым-қатынасы, сонымен қатар қазір біз енді жастар болғандықтан осы махаббат тақырыбы бізге қызықты деп ойлаймын, сізге де қызықты деп ойлаймын. Осы Раушан Гүлінің шын өмірдегі прототипін білесіз бе?
Иә, білемін, мен осы кітапты оқыған кезде раушан гүлі бар, көптеген прототиптер бар. Ең бірінші қатынаған раушан гүл болатын. Сол раушан гүлін не себепті өйтіп қатал мінезі немесе талапшыл деп айтқанын зерттеген болатынмын. Ол жерде Антуан де Сент-Экзюперидің өзінің сүйікті жары, сүйіктісі Консуэлаға арналған. Яғни сол Консуэла өмірде өзі талапшыл, ренжігіш, ақкөңіл сондай қыз болған деген ақпарат бар. Ақпарат бар. Сонымен қатар ол шығармада тек қана оның талапшылдығын немесе талаптарын ғана емес, сонымен қатар өзінің сүйген адамның қасында жаңағы нәзік бола алатынын көреміз. Бұл арқылы мен ойымша қазіргі таңдағы жастарға, жалпы ер жігіттерге белгілі бір мысал қылдырып алуға болатын секілді. Неге? Себебі егерде қыз балалар солай ер жігіттерге өздерінің талаптарын қойса, маған бұндай нәрсе ұнамайды деп өз шекарасын, өзінің жаңағы енді орысша айтқанда достоинство дейді ғой, соны өзінің пікірін айта білетін болса, сол раушан гүлі секілді, Антуан де Сент-Экзюпери секілді, кішкентай ханзада секілді оларға да бір жақсы адамдар табылады деген ойдамын. Келесі сізге сұрағым бар. Жалпы осы оқып отырған кезде қандай ой түйдіңіз? Негізі бұл шығарманы мен алғаш рет бірінші курсқа келген кезде 2023 жылы оқыған болатынмын. Бұл кітапты қаншама адамдарды оқыды. Мысалы, Азамат Скаковты алуымызға болады. Азамат Скаков оқыған кезде ол кітапты айтады, мен 2 рет оқыдым, екіншісінде ғана ой түйдім дейді. Себебі бұл кітап ең бірінші басында қараған кезде бізге ертегі секілді болып көрінді ғой. Енді кішкентай балаларға арналған ертегі, онда түйетін не ой бар деген секілді қылдырып, басында сөйтіп ойлағам, бірақ қазір екінші рет оқып көргеннен кейін қоғамның жалпы айнасын көрдім, жалпы ересектердің осы кішкентай балалар секілді бар нәрсеге өзінің көзімен емес жүрегімен қарау керегін ұғынған болатынмын. Сонымен қатар жаңа сіз айтып отырсыз ғой, түлкінің жаңағы өткір жауаптары ұнады деп. Осы түлкі ең бірінші ханзадамен танысатын кезде, кішкентай ханзадамен танысатын кезде мы в ответе за тех, кого приручаем деп өзінің сөзін айтқан болатын. Мен енді орысша оқыған болатын ол кітапты. Бұл сөз нені білдіреді? Яғни өздерінің диалогтарының арасында мен басқа түлкілер секілді, мен секілді, яғни мыңдаған түлкі бар дейді. Және сен секілді қаншама мыңдаған кішкентай балалар бар дейді. Егер екеуміз бір-бірімізге жақындасатын болсақ, бір-бірімізбен әңгімелесіп, өзіміздің ішімізді ақтаратын болсақ, онда біз бір-бірімізге жақын боламыз, бір-бірімізге байланып тұрамыз дейді. Яғни осы арқылы әр адам, менің ойымша, өзінің қалаған нәрсесіне, өзін емденген нәрсесіне жауапты болу керек деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда қаншама адамдар бар, мысалы біздің кішкентай жануарлар дейміз ғой, осы кішкентай достарымызға өздері алады, кейін лақтырып тастауы мүмкін, немесе далаға шығарып жіберуі мүмкін. Осындай нәрселер көбейіп кетті. Сонымен қатар бұл тек қана жануарларға емес, сонымен қатар өз адамның дәрежесіне де байланысты деп ойлаймын. Яғни мысалы бір нәрсені сатып алып, олмен қалайда солай жұмыс жасаса, немесе біреумен достасып, сол досына өзінің істегісі келген нәрсені істеп, немесе айтқысы келген нәрсені айтатын болса, онда ол енді предательство сияқты болып көрінеді. Яғни ол сатқындықтың белгісі деп ойлаймын. Осындай ойды түйген болатынмын. Ал сізде? Ең бірінші жаңағы маған ең қатты ұнаған сюжеттерін айттық қой. Сол кезде жетінші жер ол біздің өмір сүріп жатқан жерімізге келіп, жаңағы Антуан де Сент-Экзюпериге жолығады ғой. Жалпы ең бірінші патшалық жеріне барады. Патшалық жерінде ең үлкен бір ғана патша өмір сүрген, жаңа өзіміз оқып көргендіктен түсінгеніміз, ең бірінші патшалық жеріндегі адам, патшасы, мен бұйырамын, мен бұйырамын, тұр деп бұйырамын сөзін қосып, балаға бұйрық беру арқылы бала оны түсінбейді. Ал үлкен адам баланы түсінбей тұр. Осы арқылы бала үндемей келесі жерге ұрғанда да қайта-қайта әр адамның прототипі дейді ғой, прототиптеріне кезігеді. Сол кезде бала оны түсінбейді. Бала қиын, яғни шексіз сұрақтар миында туындайды десек болады. Және де баққұмар деген, яғни сол бір жерге, алма-кезек барып жүрген кезде бір жерге барады. Сол кезде бір адам жаңағы кішкентай ханзадаға айтады, маған шапалақта, маған құрмет көрсет деген арқылы. Соған ойыңыз қандай жалпы сіз? Жаңа айтып отырмын ғой, осы әр планетаға ол саяхаттаған кезде әр адамның қасиетін көре аламыз. Қоғамдағы, мен ойымша, сол адамның бейнесі, себебі
қоғамда көп адамдар мені мақтаса екен, мен туралы айтса екен деп өмір сүреді, яғни бізде тіпті қазақтың өздері ұят болады, ел жұрт не дейді деген секілді сөздерді қолданады, және кішкентай балаға соны үйретеді. Кішкентай бала туылғаннан бастап олай отырма, бұлай тұрма, ол ұят болады, ел жұрт не дейді, ертең артынан сөз жүреді деген секілді әңгімелер айтылады. Осы үшін бала қандай болып не істелінеді, яғни ол кішкентай балаға сөйтіп айтқаннан кейін мені мақтаса екен, мен туралы сөз айтса екен, маған шапалақтаса екен деген ой қалыптасады деп ойлаймын. Және мен туралы сөйлесін, маған айтсын деген адамдардың осы прототипі сол планетада өмір сүретін жаңағы баққұмардың бейнесімен білінеді деген ойдамын. Сонымен қатар маған осы кітапты оқыған кезде ең қатты ұнағаны, жаңа айтып отыр ғой, әр планетаға барады және сол планетаның ішінде біздің өзіміздің өмір сүріп жатқан жер бар деп. Сол жер планетасына келген кезде ол ең бірінші адамдардың ортасына түспейді, немесе жануарлардың ортасына түспейді. Ең бірінші ол Сахара шөліне түседі. Сахара шөліне түскеннен кейін ең алдымен оның алдына жылан келеді. Жылан келіп сол ханзадаға кімсің деп сұрақ қойған кезде мен осылай саяхаттап жүрген кішкентай ханзадамын деп жауап береді. Сол кішкентай ханзаданың сіз бұл жерде не істеп жүрсіз, сізге деген жаңағы жалғыздық болмай ма деп сұрақ қойған кезде жаңағы жылан тұрып адамдардың ішінен де сен жалғыз болып жалғыздықты сезінуің мүмкін дейді. Бұл сол қоғамның дерті деп айта аламын, себебі қазіргі таңда біз қоғамның жалпы адамдардың арасында жүргенмен сол адамдарға ашыла алмаудың себебінен, сол адамдарға махаббат көзбен қарай алмаудың кесірінен осылай жалғыздықпен жүретін секілдіміз. Себебі әр адамның ішіне кіріп көрген жоқпыз ғой, бірақ көп адам өзі жалғыз қалып ойға батқан кезде өзіне көмектесетін адамды табу осы жалғыздықтың белгісі деп ойлаймын. Енді мен сізге бір кішігірім сұрақ қоятын болсам, осы сіз кітап туралы ізденгенде қандай ақпараттар таптыңыз, немесе тағы не айта аласыз осы кітап туралы? Мысалы, өмірмен байланыстырып көре аласыз ба, жалпы қоғамда осындай адамдар бар ма, жоқ па? Негізі осы қоғамда көптеген адамдар баққұмар, жаңағы айтқандай шапалақта, мені мадақта, мен бірінші, яғни бір сөзбен айтқанда эгоист адамдар көп. Сол эгоист адамдар жалпы басқа адамдарды бір-бірімен психологиялық тұрғыдан түсінсе екен деп ойлаймын. Көптеген адамдар бір-бірін түсініспеушіліктен, оларды жек көрмеушілік, яғни жаңа патшада бұйырамын, мен бұйырып тұрмын, мен өзімнің айтқанымды орындату керекпін деген сияқты ой қалдырып тұр. Яғни бала, кішкентай бала әлі ол өмірге дайын емес деген сөзді айта аламын. Жалпы сіз осы кітапты оқығанда тәрбиелік мәнін қай жерден көре аласыз? Тәрбиелік мәнін кітаптың алғашқы бетінен ақ көре аламыз. Яғни жаңағы жыланнан, үлкен питон ба? Сол бір жыланды айтады ғой, үлкен жыланның пілді жұтып алған несін, суретін үлкен адамдар оны бас киімнің суреті деп қабылдамайды ғой. Сөйтіп кішкентай баланың фантазиясына қарсы шығудан бастап белгілі бір тәрбиелік мән жатады. Яғни біз өзіміз бала болғанмен үлкейген сайын сол балалық фантазияның дәмін ұмытып баратымыз. Осы жерден бастап көре аламын. Сонымен қатар жалпы мен бұл кітапты оқығаннан кейін мультфильмде көрдім. Жалпы әр шығарманы біз оқығаннан кейін қазіргі таңда индустриалды түрде қараймыз ғой, әртүрлі жерден іздеп қараймыз. Сол кезде мультфильмін көрген болатынмын. 2015 жылы шыққан мультфильм. Сол 2015 жылы шыққаннан кейін қарасам, ол жерде мынандай кішкентай қыз өзінің анасымен бірге тұрады, және әкесі де сондай жұмыс басты, анасы да жұмыс басты, және қызын да солай жұмыс басты қылдырып өсіргісі келеді, үлкен академияға бергісі келеді. Сосын үйінің үлкен мынандай тақтасында доска жасап қойған ғой, тақта жасап қойған. Соның ішінде әртүрлі монеталар бар. Сол монеталарды ана қыз таңертең тұрғаннан бастап кейінгі 5 жылына дейін солай өзінің дисциплинасын, жалпы күнделігін жазып қойған. Яғни мысалы сағат 7-де сен тұрасың, содан кейін сағат 10-да сен ұйықтайсың деген секілді. Осындай уақыттан, осындай минут кеткен кезде сен осы сабағыңды оқисың, ол сабақты бітіргеннен кейін мына сабағыңды оқисың, сосын 15 минут саған жаңағы тамақ ішуге беріледі деген секілді. Яғни бұның барлығы ол ересектердің ойы, яғни біз қалып кетуіміз мүмкін, біз істеуіміз қажет, біз жасауымыз қажет деген осындай нәрселердің барлығын айтады. Бірақ ол кішкентай қызы оны түсінбейді. Неге түсінбейді? Яғни ол кішкентай бала, ол жүрегімен ойнағысы келеді, ол сезінгісі келеді балалық шақтың дәмін. Сол секілді
Менің ойымша бұл осы адамдардың есе келе өздерінің балалық шағын ұмытатыны, сонымен қатар бала секілді бала көңілін ұмытатыны. Неге? Себебі бала көңілді адамдар ол өте, менің ойымша, нәзік, сонымен қатар өте жаңағы мейірімді адамдар деп айта алатын едім. Және жаңа сіз айтып кеткендей, бірінші шляпа ретінде көреді ғой, иә, суретті. Ал ана бала қайтадан 6 жастағы бала ол суретті қайтадан ішкі әлемін, яғни жыланның ішкі әлемін суретін салады ғой, пілді жұтып қойған деп. Сол ата-анасына барғанда ата-анасы қатты ұрсып, геометрия, жаңағы тағы география оқы деп ата-анасы ұрсып, суретті 6 жасынан бастап салмай кетеді. Сөйтіп жаңағы кішкентай Ханзада мен Антуан де Сент-Экзюпери екеуі кездескенде диалогтары өте қатты ұнады десем болады. Себебі ол жерде бала ең бірінші оғымен амандаспай, ең бірінші сөйлеспей, маған қозы салып берші деп келеді. Сол қозыны салып бергенде бірінші үлкен кәрі қозыны салып береді. Үлкен шаршап тұр. Ол кезде Ханзада айтады, бұл маған шаршап тұрған қозы деп сөйтіп жауап қатады. Қайтадан салып бер деп айтады. Ол кішкентай қозыны салып қойғандықтан менің жерімде, ол менің әлемімде ол өліп қалады, шыдай алмайды. Маған басқасын салып бер деген кезде Антуан де Сент-Экзюпери тұрады да, тек коробка салып, мен салғым келмейді, мен мазамды алмашы, менің қолым бос емес деп үн қатады. Сол коробканы салып бергеннен кейін бала енді балалықтан қуанып, осының ішінде ма мен қалай тамақтандырам, менің жерімдегі шөптерді қалай жейді, соларды берсем бола ма деп сұрақ қояды. Сол жерден сіз қандай ой түйе аласыз? Бұл жерде ой сол бала көңілдің біз көре алмайтын нәрсені көре алуы. Себебі кішкентай Ханзада Антуан де Сент-Экзюперидің өзі айтады, бұл кішкентай Ханзада біз көре алмайтын, яғни ересектер көре алмайтын нәрсені өзінің жүрегімен көре алады. Яғни біз мысалы қасымызда міне кітаптар тұр, иә, біз бұл кітапты жүрегімізбен көре алмаймыз ғой. Оны оқығаннан кейін барып біз жүрегімізбен сезініп қана біле аламыз, иә, ішінде не жатқанын. Ал былай қарасам барлығы бір қағаздан жасалған, әйтеуір әр жазушы бір тақырыпта әйтеуір әңгіме қозғаған шығарма секілді көреміз, иә. Ал кішкентай Ханзада ол барлығын жүрегімен сезінетін адам болып, кішкентай бала болып сипатталады. Және осы оқиғада ол қорапшаның ішіндегі қорапшаны салып береді ғой, сол қорапшаның ішінде бір сиқырлы, күшті, және оның егер білетін болсақ, ол астероидта тұрады ғой. Осы астероидта тұрған кезде Баобаб деген жаңағы нелер өседі дейді. Ағаш, шөп, әйтеуір солай тікенектері бар, әйтеуір сөйтіп зияндық келтіретін ағаштар өседі. Осыны жеуге маған көмектесетін керек дейді. Сол ішінде мүмкін жасырынып жатқан белгілі бір нәрсені көрген шығар енді. Оны былай жасырын түрде жасайды. Осыны түсінген болатын. Сонымен қатар мен қазір мультфильміне тоқталғым келіп тұр енді. Жақсы. Мультфильміне көрсететін болсам, жалпы бұл мультфильмде мынандай нәрсе болады. Сол қыз қасындағы көршісі, ол көршісін біз енді продюсер әртүрлі не істейді ғой, өздері өзінің фантазиясына байланысты көрерменге қызықты етіп көрсетеді. Сол көрсеткен кезде оның көршісі үлкен енді шал болып көрінеді. Сол шал болғандықтан былай деп айтады, ең бірінші қыз сабағын оқып отқан кезде терезеден жаңағы кішкентай Ханзаданың суреті салынған, бұның да досы жоқ, сенің де досың жоқ секілді деп жазып береді. Енді ата-анасы солайынан сабаққа үйретіп саған, дисциплинаға үйретіп саған. Енді дисциплина ол жақсы, бірақ кішкентай баланы күн тәртібіне үйреткен де жақсы. Бірақ бұл жердегі басты проблема ол ата-анасының сол қызға жақсы бір ол бала ғой деген секілді бала көңілмен қарауын, сонымен қатар оның жанын түсіне алмайтынын көрсетеді. Және сол енді үлкен атасы деп айтады, өзі атам деп. Сөйтіп сол ата оған жалпы балалық шағын ерекше өткізу үшін ертегілер жазады. Жаңа кішкентай Ханзаданың жайлап бір беттен сөйтіп жіберіп отырады. Сөйтіп қыз оған ашылғаннан кейін былай деп жауап қатады.
жалпы үлкен ересектер туралы айтады ғой. Ересектер тек қана сандардың арасында жүрген адамдар. Яғни мысалы бізде қазір уақытпен жүреміз, санмен жүреміз, иә. Мысалы сағат 7-де осындай шаруам бар, сағат 6-да осындай шаруам бар дейді. Сонымен қатар әртүрлі мәселелерді шешу керек болған кезде де біз сан, яғни ақшаға байланысты жүреміз, иә. Осы үлкен адамдардың барлығының проблемасы ол бізде ақша, сонымен қатар уақыттың тығыздығы болып табылады. Ал кішкентай балалар оны уақытты түсінбейді. Оларға күн ешқашан бітпейтін нәрсе сияқты болып көрінеді, иә. Өмірдің өзі ешқашан бітпейтін нәрсе болып көрінеді. Сол кезде адамдардың мысалы тек қана сандардың артынан жүгіруге болмайтынын айтқан кезде сол қыздың жауабы айтады ғой, үлкен адамдар өте странный халық дейді, яғни оны бір топтарға жатқызбайды, немесе үлкен адамдар өте қолапайсыздар, өте странный деп айтады ғой. Сол кезде оларды тек қана сондайлар деп айтпай, оларды белгілі бір ұлтқа, яғни бір топ ретінде көрсетеді, және мен өскім келмейді деп жауап береді. Осы тұста біз нені көре аламыз деп ойлайсыз? Ертең мен адамдардың арасында өзімнің бала күнімнің қалай айтуға болады, көңілі мүмкін сөніп қалады деп, иә. Мен де сөйтіп ойлаймын, себебі мысалы біздің алдымызда Аймен Айша тұр, иә, Шерхан Мұртазаның. Бұл кітаппен осы сол шетел шығармасы, енді Кішкентай ханзаданы да салыстыруға болады, себебі Шерхан Мұртаза Аймен Айшаны жазған кезде айтады ғой, әр адам туылған кезде сақал мұртымен туылған жоқ, бәріміз балалық шақтан келдік дейді. Және Кішкентай ханзаданың өзі осы кішкентай кезге оралуды бір сипаттайтын секілді, иә. Себебі әр адам есейген сайын тек қана ойбай болды, мен ересекпін, мен болды барлығын білем деп қана емес, өзіміздің ішімізде бір кішкентай баланың бар екенін, өзіміздің ішіміздегі бір кішкентай ханзаданы, кішкентай ханшайымды қуантып отыруымыз керегін, және оған сонымен қатар қалаған нәрсесін алып беру керегін білуіміз қажет, оны түсінуіміз қажет деп ойлаймын. Енді қорытындыға көшейік, иә? Жалпы осы кітапты оқығанда екі жақты ұғым бар, яғни адамның құндылықтары мен материалдық құндылықтар, жаңағы айтып отқан барлық құндылықтарды аллегориялық ұғым ретінде қарастыруға болады. Жалпы ең соңында ұнаған сюжет, яғни композициясы, ол айтатын болсам, ана ханзада жай жұмсақ құлап қоштасып жоқ болып кеткеннен кейін Антуан де Сент-Экзюпери айтады ғой, бұл ханзаданы сендер де осы сахараға келгенде көріп жатсаңдар, дұғай сәлем айтыңдаршы деп. Сол ойды келісесіз ба жалпы? Бұл енді ой емес, жалпы сол автордың өзінің қоштасуға арналған сөзі деп ойлаймын. Шынында кезде бұл енді мен ойымша бір автордың өзі білетін сөзі секілді, себебі егер мен қайтыс болып жатсам, және менің осы шығармамды оқитын болсаңыздар, онда осы кішкентай ханзадаға, яғни менің өзіме сол дұғай сәлем айтыңыздар деген секілді өзінің ойын білдірген шығар деп ойлаймын. Және осы жалпы қорытындылай болсам, бұл кітаптан ұққаным, әр адам бізде кішкентай балалық шағын түсіну қажет, сонымен қатар балаларға тек қана олар деген көп сұрақ қоя береді, көп жаңағы үйді сызып сат деген бізде көп қой қазақта. Сондай емес, сонымен қатар олар бір ішкі әлемі бар, өзінің белгілі бір әлемі бар адам деп көру. Және бұл жерде тек қана баланы емес, жаңа біз айтып отырмыз ғой, әртүрлі планетаға барады деп. Сол әртүрлі планетадағы адамдар ол адамның ішкі күйі, иә. Мысалы, менің алтын болуым, ол менің ішкі әлеміме байланысты, иә. Мен де бір белгілі бір басқа планетамын ұшып жүрген, басқа әлеммін, иә. Сіз де сондай басқа әлемсіз. Міне осыған байланысты қоғамда әр адам әртүрлі болады, және жаңағыдай ол байқұмар бола ма, немесе атақ қуған адам бола ма, жаңағы хан секілді, иә. Немесе әртүрлі фонарик қосып қоятын адам бола ма, әркімге жарығын сыйлау үшін. Осының барлығы бізде қоғамдағы адамдардың бейнесі, және олардың барлығына біз өзіміз немен сыйластықпен қарауымыз қажет деп ойлаймын. Қорытынды сөзімді айтатын болсам, осы Антуан де Сент-Экзюперидің үш тілегі бар. Сол үш тілегінің біреуі әркім таңертең тұрғанда, ұйқысынан тұрған кезде өзінің планетасын реттеп жүру керек деген ұғымы ұнаған болатын. Мен сол ұғымға келісемін деп. Жалпы бүгінгі подкаст өте қатты ұнады деген ойдамын. Маған да қатты ұнады. Сіздерге де қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздерге осы кітапты оқуға кеңес береміз.